Шаруа мен ханның жалқау қызы. Бір ханның өте жалқау қызы болады. Ол күні бойы төсекте жатып, орнынан тұрғысы келмей, тамақты да төсекке әкеліп беруді талап етеді екен. Хан қызын күйеуге бергісі келеді. Бірақ жұрттың бәрі қыздың жалқау екенін жақсы білетіндіктен, оны алатын күйеу табылмайды. Хан қызына қанша ақыл айтып, парасатты болуға үйретсе де, бұдан ештеңе шықпайды. Сондай-ақ ханның қиқар өгізі болады. Осы өгізді де ешкім жекіге үйрете алмай қойған екен. Хан бір күні аң аулауға аттанып, жолда өзінің алақандай жерін жыртып жүрген шаруаны кездестіреді. Шаруа бір өгіз жеккен екен. Ол соқаны зорға тартып бара жатады. Хан тоқтап шаруадан: "Сен соқаға неге бір ғана өгіз жеккесің? Жерді екі өгіз жегіп жырту керек" деп сұрайды. "Менің басқа өгізім жоқ" дейді шаруа. "Бүкіл тапқан табысыма осы өгізді сатып алдым. Екінші өгізді қашан сатып алатыным белгісіз. Екінші өгізді саған мен сыйлаймын" дейді хан. Сөйтіп хан өзінің жекі көрмеген қыңыр өгізін шаруаға беріп жібереді. Көп ұзамай хан осы алқап тұсынан тағы да өтеді. Сол кезде ол шаруаға өзі сыйлаған өгіздің жуасып жекіге үйренгенін, басқа өгізбен бірлесіп, ауыр соққыны жақсы тартып келе жатқанын көреді. Хан мына шаруа бас білмеген өгізді жұмысқа үйретіпті, ал егер оған жалқау қызымды оқуға берсем қалай болар екен, деп ойлады. Хан солай істеді. Үлбіреген ерке қызын жарлы кедейдің үйіне алып келеді. "Саған қызымды оқыт, үйрет деп әкеліп тұрмын. Егер оны жұмыс істеуге үйрете алсаң, саған әйелдікке беремін" дейді ол шаруаға. Шаруа ханның қызын қабылдайды. Өзі егістікке кетеді. Қызды үйге қалдырады. Жұмыстан кейін келсе, қыз төсекте аш жатыр екен. "Маған нан берші" дейді ол. "Тамақтың қайда тұрғанын сен білесің. Орныңнан тұр да өзің барып ал" дейді шаруа. "Жоқ, тұрмаймын" дейді қыз. Шаруа тамақты жеп алып ұйықтап қалады. Таңертең тамақтың қалғанын жеп, егіс алқабына кетеді. Кетерінде қызға: "Құдыққа барып су әкеліп қой, ұнды алып нан пісір, тамақ істеп іш, тамақтан маған да қалдыр" дейді. Шаруа кешкісін келгенінде сұлу қыздың су ғана әкеліп қойғанын, басқа ештеңе істемегенін көреді. Үй иесі тамақты өзі істеп ішіп алады. Қыз орнынан тұрмайды. Сөйтіп бұл күні де аш қалады. Шаруа таңертең тамақтың қалғанын ішіп жұмысқа кетеді. Үшінші күні шаруа жұмысқа кеткен бойда қыз орнынан тұрып, су әкеліп, қолынан келгенінше тамақ істеп ішеді. Хан арада бір апта өткен соң қызының қалай тұрып жатқанын көруге келеді. Ол үйге кіргенде қызы бұрынғыдай төсекте домаланып жатқан жоқ еді. Бұл ханды қатты таң қалдырады. "О, әке, амансыз ба? Кіріңіз" дейді қызы оны көрген бойда. "Қазір
самауырын қояйын, сізге жақсылап шәй демдеймін, өзім пісірген тәтті шелпекпен шәй ішесіз. Хан бұрынғыдан да таң қалып шаруаға, сен мына қызымды тәрбиелеп, әкесі мен үйрете алмаған өнегені үйретіпсің. Енді ол сенің әйелің дейді. Хан жаңа қосылған жастарға жақсы заттар, бірнеше қызметшілер бөліп, үлкен үй салып береді.